Міне бізде мынандай нәрсе бар, қараңыз. Қоғамда біреу қателік жасайды. Бір қателік жасағаннан кейін оған бір қоғамның бір ілгері бір жақсы бір белсендісі, "Ей, айналайын, қой, сен осы жерден дұрыс жасамадың" деп айтса, негізі сол жеткілікті болу керек деп ойлаймын да. Ал бізде мынандай бар да, қазір өкінішке орай көп байқаймын осыны. Бүйтіп өзіміз сен де айтсай, сен неге үндемей отырсың? Сен неге үндемей отырсың? Сен неге бүкілін ананы әкеп таза жаңағындай текіліп тастауға дейін сондай бір әрекет жасаймыз да. Мен ойлаймын да, қоғамдағы бір 2, 3, 4 бір сын айтатын негізгі бір кісілер болса, тамаша кісілер. Үндемей қалса, ешкім үндемей қалса, неге үндемей отыр? Мына кісі мынандай өрескел қателік жасады ғой деп, бір айтып қойса, тамаша да, иә. А біз кейбір кезде бүкіліміз ат салысып, сөйтіп кетіп атамыз да, сол кезде ойланып қаласың. Ол да жаман да, адамның жігерін жасытып жібересің. Қоғамда бір-бірлерімізді жамандай беру үрдісі өте қатты да. Бірақ бәрібір де мен нені айтқым келеді, бір-бірлерімізді мақтай да білу керекпіз. Жігерлендіре білу керек. Жігерлендіре білу керекпіз. Әлбетте артық мақтау деген, Құдай сақтасын, осы нәрсе құртады негізі бізді. Мен кейбір кезде ойлаймын да, біз бір-бірімізді артық мақтап жібергеннен кейін да сын қабылдай алмай қаламыз ба деп. Өйткені бізде сондай нәрселер бар да. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламан бір хадис есіме түсіп отыр. Пайғамбарымыздың кезінде бір кісі жаңағындай не істейді ғой, бір кісіні қатты мақтап жатқан кезде пайғамбарымыз құрттың дейді, болды дейді. Сен мынаны құрттың дейді. Неге десең, сен ода жоқ нәрсені айтып кетіп жатсың дейді. Мақтаған кезде жоқ нәрсені айтып кетіп жатыр да. Сол үшін де кезінде тағы бір келеді, Осман радиаллаху анхудың кезінде, ол кісі халиф болып тұрған кезде, басшылық болған кезде, бір кісі оны мақтап тұрған кезде, жанында Миқдад деген сахаба, үлкен денелі кісі дейді, аяғына жығылды, бүйтіп аяққа жығылды да, қолына кішкене топырақ алды дейді, мақтап отқан кісіге дейді, шашып жіберді дейді жаңағы. Осман шошып кетті, не істеп жатсың десе, мына сізді құртқысы келіп жатыр деп айтты дейді. Мына сізді құртқысы келіп жатыр, сол үшін қатты мақтап жатыр. Ал біреуді қатты мақтай берсең, адамда ұжіп деген пайда болады да. Ұжіп деген ауру. Адам әлсіз ғой, өз-өзіңе тамсану. Ал енді ол неге алып келеді? Ғалымдарымыз түсіндіреді да, біреуді шектен тыс мақтай беру неге алып келеді дейді. Өзіңде жоқ қасиеттерді өзіңде бар деп ойлауға алып келеді дейді. Бар деп ойлап, сонымен мақтанып жүріп, ең соңында құрдымға қарап, өзің білмейтін іске ат салысып, жаңағындай өзің көтере алмайтын шоқпарды қанжығаңа байлап, түбінде не болып қалып жатамыз, өкінішке орай. Көп мақтағанымыз тойда бір рет ұятқа қалып қойып жатады да.